Балалар, бүгін мен сендермен бидайды ағаш тақтайшалардан қалай құрастыруға болатынын үйрететін боламын. Мына ағаш тақтайшалардың балалар орналасу ретін есімізге түсіріп алайық. Егер тақтайша былай орналасқан болса, оны тігінен деп айтамыз. Ал егер тақтайшалар былай орналасатын болса, оны қырынан деп айтамыз. Ал былай орналасатын болса ше, дұрыс жалпағынан немесе жатқызу деп айтамыз, иә? Ал тақтайшаларды былай қоятын болсақ, онда көлбеу қояды екенбіз. Міне,